жүгері ботқасын дайындаймыз. Жүгері ботқасы, яғни кукурузная каша өте дәмді болады. Жасап көрсеңіздер болады, егер жасамасаңыздар. Мындай жүгері жаңағы несін, жармасын жақсылап 3-4 рет жуып аламыз. Су құямыз. Оның үстіне тұз саламыз. Газға үлкен отқа араластырып тұрып, су тартылғанша осылай араластырып тұрамыз. Кейін мына жерде кішкентай көзіне ауыстыратын боламыз. Алдымен араластырып, су тартылғанша осылай араластырамыз. Неге су тартылды, сосын сүтті құямыз үстіне. 500 мл сүт мына жерде. Сүт құйып араластырамыз. Сүт қайнады уже, астын өшіреміз де, кішкентай көзіне ауыстырамыз. Кішкентай көзіне ауысты, астын араластырып тұру керек. Жаңа үлкен көзінде шамамен 5-7 минут тұрады. Онан кейін кішкентай көзге 15 минуттай пісіріп аламыз. 15 минут араластырып, астын жай қойып, онан кейін май саламыз. Және қалауыңызша қантты салмай жесеңіздер де болады, салсаңыздар да болады. Мен бір ас қасық салдым, араластырып, қақпағын жауып, тағы да 10 минут астын өшіріп тастаймыз. 10 минут өзінің буында осылай тұратын болады. Мінекей біздің кашамыз дайын. Барлық жаңағы ингредиенттердің грамдары видеоның астында жазылатын болады. Үстіне мейіз септім, мейіз салсаңыздар да қосып жегенге жақсы. Ас болсын.